Дакар жарысының қола жүлдегері туған жерге оралды. Астана командасын Алматы әуежайынан жанкүйерлері құшақ жая қарсы алды. Сонау оңтүстік Америкадан ұшып келген спортшылар Қазақстан ызғарын сағынып та қалған көрінеді. Жерлестермен қуаныш бөлісудің өзі керемет. Қазақстан! Осылайша бәйгенің жүлдесі Бедуин қазақ жеріне жетті. Ел намысын абыроймен қорғаған шабандоздар болса, бұдан да биік белестерді бағындыруға даяр. Была мечта моей жизни. Осы жарысқа қатысу менің ең үлкен арманым еді. Бірақ біз алға аяқ басып жеңіске жеттік. Тәуекелге бел буып талай сындардан өттік. Қиналдық, төздік және өз дегенімізге жеттік. Енді біз әлемнің үздіктерімен бәсекелесе аламыз. Барлығы Қазақстан туралы, Астана туралы білетін болды. Өткен жылы Астана үздік ондыққа енген еді. Биылғы жетістік шынымен де мақтан тұрарлықтай. 8300 шақырымды артта қалдырып, мәреге үшінші болып келген қазақстандықтардың қуанышында шек болмады. Небольшие потери, только разбитые зубы и отбитые кое-какие части. Поправимся за месяц и опять в строй. Все нормально. Вперед, Казахстан! Вперед, Астана! У меня это лучший результат за всю мою... Бүкіл спорттық ғұмырымда бұл ең үздік нәтиже. Іштегі сезім мен әсер мол. Мұнда тұрған адамдардың қолдауы да рухты көтереді. Команданы мәреде күтіп алған перуандықтар үшін біздің отандастарымыз жұлдызға айналды. Ақпарат құралдары жарыса сұхбат алып жатса, қарапайым тұрғындар жеңімпаздармен қол алысуға асықты. Мұндай жарқын табыстың басты құпиясы команда мүшелерінің және демеушінің бірлігінде дейді жүлдегерлердің өздері. Спортшыларға әдеттегідей самұрық қазына қолдау көрсетуде. Үмітті ақтаған Астана енді жаңа жеңістерге ұмтылмақ.